Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 10-шы сабақ «Мен қалада тұрамын» деген тақырыпты өтетін боламыз. Бірінші тапсырма ауыл таңы, қала таңы осы тақырыптарға қандай сурет салар едіңдер? Ойларыңды әңгімелеп айтыңдар. Олай болса балалар, ауыл таңы деген тақырыпқа мен мынандай сурет салар едім. Бірінші көгілдір тұманға оранған жасыл төбе, таңғы шыққа малынып тұрған шөптер, таңғы қызғылт шапаққа боялған аспан, ақырын көтерілген күн, қора маңында мөңіреп тұрған сиыр, шағын үйдің алдындағы самауырдан шыққан бу, тау етегінде жайылып жүрген қой ешкі, алыстан естілер құстың үні. Мінекей балалар, бұның барлығы ауыл таңын суреттейді екен. Келесі біздегі қала таңы тақырыбындағы суретке мынандай бейнелерді түсіретін едім. Суретті биік көп қабатты үйлердің үстінен көтерілген күннің сәулесімен бастар едім. Көшеде ерте жұмысқа шыққан адамдар, автобустар мен жеңіл көліктер, терезелерден сөнбеген жарық, кофехана алдында кезекке тұрған адамдар, алыстан көрінген шамдар біртіндеп сөніп, көкшіл аспанға орын беріп келеді. Мінекей балалар, таңғы қаланы мен осылай суреттер едім. Балалар, сіздер де осы әңгімеге қарап отырып, өздеріңіздің әңгімелеріңізді құрастырсаңыздар болады. Екінші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Сен ұйықтап жатқанда. Сағат түнгі 12 болып қалды. Жұрт аяғы басылды. Алдымыздағы көшемен ең соңғы трамвай өтіп барады. Вагонда 3-4 адам көрінеді. Күндізгі қаптап жүрген трамвай, троллейбус, автобустар қайда қазір? Олардың әрқайсының арнаулы тұрағы, демалуға жайғасатын орны бар. Олар сонда жиналады. Мұнда түні бойы ұйықтамай қызмет ететін адамдар бар. Олар әлгі мәшинелерді таңертеңгі сапарға әзірлейді. Күндіз бүлінген жерлері болса, жөндейді. Іші сыртын сүртіп, еденін жуып тазалайды. Таңертең троллейбус, трамвай, автобустар тап-таза болып жарқырап шығады. Бүйірінде жедел жәрдем деген жазуы бар мәшине қақпадан шығып келеді. Әне, жоғары қарай бұрылып, зырлап ала жөнелді. Әлде біреу аяқ астынан қатты ауырып қалған болар. Жедел жәрдем оны тез арада ауруханаға жеткізеді. Онда ұзақ түнде көз ілмей, адамды ажалдан арашалайтын кезекші дәрігерлер бар. Қалада бірнеше жедел жәрдем станциясы бар. Оларда жұмыс күндіз-түні бірдей қызу жүріп жатады. Балалар, бұл мәтіннің авторы Бердібек Соқпақбаев. Үшінші тапсырма әңгімені жазған кім? Ол туралы не білесің? Балалар, бұл әңгімені жазған Бердібек Соқпақбаев. Ол қазақтың көрнекті балалар жазушысы, прозашы, драматург. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданында дүниеге келген. 1991 жылы өкінішке орай өмірден өтті. Төртінші тапсырма балалар, мәтіннің әр бөліміне ат қой дейді. Олай болса, мәтінге мынандай деп ат қойсақ болады. Төртінші тапсырманың бірінші бөліміне балалар қоғамдық көліктер деп ат қойсақ, екінші бөліміне жедел жәрдем көлігі деп ат қойсақ болады екен. Бесінші тапсырма өлеңді тыңда, мазмұнын ауызша мазмұнда. Таң. Аспан нұры боянады, көшелерде көріктенеді. Біздің қала оянады, оятады көліктерді. Бау-бақ бейне той алаңы, шашты сәуле ұшқындарын. Біздің қала оянады, оятады құстың бәрін. Кептер жемге тояды әлі, қоқым дәмді ептептерді. Біздің қала оянады, оятады мектептерді. Келді міне күз бұлдана, жапырақтар желбіреді. Біздің қала оянады, оятып тұр енді мені. Балалар, бұл өлеңнің авторы Ертай Ашықбаев. Бұл өлеңді енді ауызша мазмұндайтын болсақ, жаңағы
қаланың таңы бұл өлеңде сипатталған, иә. Көшелерде аспан нұры боянады, көшелер көріктенеді дейді. Біздің қала оянады, таң атпай көліктерді оятады дейді, иә. Және де бау-бақ бейне той алаңы болады дейді. Шашты сәуле ұшқындарын, яғни ұшқындарын шашады дейді. Сонымен бірге құстарды оятады дейді, иә. Және де кептерлер жемге тояды дейді. Жаңағы қоқым, дәмді жаңағы торғайлар теріп жейді дейді, иә. Біздің қала мектептерді оятады дейді, иә. Күз келді, мінекей күз келді, жапырақтар жерге түсті дейді, иә. Біздің қала мені де оятып тұр дейді. Өлеңнің авторы Ертай Ашықбаев. 6-шы тапсырма түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Ертай Ашықбаев, ақын, аудармашы. 1956 жылы Ақтөбе облысы Теміртау ауданы Бабатай ауылында туған. Балаларға арналған ашық сабақ, жақсы баға және тағы басқа өлең жинақтары бар. 7-ші тапсырма кестедегі сұрақтарға жауап бер. Балалар, мәтін Бердібек Соқпақбаев «Сен ұйықтап жатқанда» мәтіні шығарманың қай түріне жатады? Бұл балалар әңгімеге жатады, иә. Тәуліктің қай мезгілі суреттелген? Балалар, бұл мәтінде, яғни әңгімеде түнгі мезгіл суреттелген, иә. Оны неден аңғардың? Бұны әңгіменің мазмұнынан аңғардым, иә. Тағы қандай оқиғалар қосар едің? Балалар, «Сен ұйықтап жатқанда» шығармасына түнгі аспанды қосар едік. Ашықбаевтың «Таң» шығармасы бұл шығарманың қай түріне жатады? Бұл шығарманың өлеңге жатады, иә. Тәуліктің қай мезгіл суреттелген? Балалар, бұл өлеңде тәуліктің күндізгі бөлігі сипатталған, иә. Оны неден аңғардың деген сұраққа, оны өлеңнің мазмұнынан аңғардық деп жауап берсек болады. Тағы қандай оқиғалар қосар едің? Балалар, бұл таң деген өлеңге құстардың дауысын қоссақ болады, иә. Яғни таңғы мезгілде құстардың сайраған дауыстары осы өлеңге одан әрі өң бергендей болатын еді, иә. Олай болса, балалар, сіздерге осы кестедегі берілген сұрақтарға жауап бердік. Бұл жауаптар сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, келесі кестеге қараңыздар, иә. Бұл кестеде балалар Бердібек Соқпақбаевтың «Сен ұйықтап жатқанда» және де Ашықбаевтың «Таң» деген өлеңдер берілген, иә. Енді осы екі өлеңге ортақ тақырып табу керек екенбіз. Бұл екеуіне ортақ тақырып «Сен ұйықтап жатқанда» тақырыпқа, яғни мәтінге біз қала тынысы деп ат берсек болады екен. Ал Ашықбаевтың «Таң» деген өлеңіне біздің қала деген атты қойсақ болады екен. Айырмашылығы неде дейді? Балалар, «Сен ұйықтап жатқанда» Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы ол бізде әңгімеге жатқызылады, иә. Ал Ашықбаевтың «Таң» деген шығармасы ол өлеңге жатқызылады. Яғни екеуіне де бірдей ортақ тақырып берсек болады екен. Ал екеуінің айырмашылығы біреуі әңгіме, біреуі өлең екен, иә. Олай болса, балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.